Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте оңай әрі 5-ақ минутта дайын болатын салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Бізге керек ингредиенттер: 2 қызанақ, 2 қияр, 2 піскен жұмыртқа, 200 грамм шұжық, 100 грамм жүгері бұршағы және 40 грамм сухарики. Барлығын өзіміз қалаған пішінде турап аламыз. Маған осындай пішінде турау ұнады. Екі ас қасық майонез қосып жақсылап араластырамыз. Осылай бетіне сухарикиді саламыз. Міне салатымыз дайын. Егер рецептім ұнаса, лайк басып комментарий жазыңыздар. Kanalıma тіркелуді ұмытпаңыздар.